саламатсыздар ма? Бастауыш сыныптарда математика сабағында көбейту және бөлу арқылы есеп шығару қиындық туғызады. Сондықтан әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың өз бетінше жұмыс істеу белсенділіктерін арттыру мақсатында осы бағдарламаны сіздерге ұсынамын. Бұл бағдарламаны қолдана отырып, сыныпта үйренген мәліметті үйден қайталайды. Бұл бағдарлама мәзгейм, яғни математикалық ойын деп аталады. Бала ойнай отырып көбейту бөлу есептерін орындайды. Бағдарламада 3 бөлім бар. Игра, обучение, таблица умножения. Обучение бөлімін ашып, көбейту бөлу есептерін орындаймыз. 7 көбейту 1 тең 7. 2 бөлінген 2 тең 1. 9 көбейту 2 тең 18. 8 көбейту 1 тең 8. 5 көбейту 2 тең 10. 2 бөлінген 1 тең 2. 10 көбейтілген 1 тең 10. 3 бөлінген 1 тең 3. 1 бөлінген 1 тең 1. 13 көбейтілген 1 тең 13. 11 көбейтілген 2 тең 22. Бұны балалар үй тапсырмасы ретінде үйден орындап есеп шығарады. Нәтижесін ата-ана да, мұғалімдер де көре алады. Сіздер де пайдалана аласыздар. Назарларыңызға рахмет.